Ары қарай мына жерде бөлшек. Мұнда индексі бар және де дәрежесі бар. Индексі бар және де дәрежесі бар. Жазып қойдым. Егер кішкентай дейтін болсақ, біз бұның шрифтін үлкейтсек болады. В принципе, 14 деген бізде стандарт шрифт. Қатты бір қиын емес, аккуратно отырып жазып тастауға болады. Мына жерде мысал, тағы да ставка, уравнение. Бізге енді жақша керек. Міне, біреу жүйелі жақша. Екеулік жақша. Мына жерде. Так, міне, біреу жүйелі жақша. Жоқ, дұрыс емес алдым. Ставка, уравнение. Мынаусы керек екен ғой бізге, екеулік. Және де плюс және мұнда x1 мындай көбейтудің белгісі бізде клавиатурада жоқ, мына жақтан аламыз. Және де міне x2 түймішке. Міне, сонымен бізде уже мынау тұрған жазбамыз дайын. Келесі бізде матрица. Ставка, уравнение. А тең. Так, сонымен жақшаны ашамын. Және матрица менде 3-те 3. Міне, қоямын. Жақшалы сал болады. Так, сонымен терем. 4, 8, 1, 0, 2, 5. 5, 1, минус 3. Міне бізде матрица. Міне осылай. Енді формулалармен жұмыс осылай жасалады. Және де документ, Word форматындағы документті қалай PDF формат жасауға болады. Менің жазып отырған құжатымды мен қазір сақтаймын. Файл, сохранить как. Міне осы жерге, мысалы үшін, сабақ 2. Бұл менде дук файл түрінде уже бар. Мен осының мына жерден тип файла дегенді ашамын. Осы жерден міне шаблон, Word, веб-страница, текст в формате RTF деген тұр. Осы жерден мен форматын PDF деп берем. Сонымен сохранить деген басам. Міне ол маған PDF етіп сақтайды. Және де менің мына тұрған құжатым PDF форматтағы файл болып шыға келді. PDF формат дегеніміз не? Ол бізде Portable Document Format деген форматты білдіреді. Яғни 1993 жылы Adobe Systems компаниясы жасап шығарған файлдардың
универсалды форматы болып табылады. Яғни оны жасаудың мақсаты кез келген құрылғыда, кез келген платформада жұмыс жасай беретін және де ішіндегі берілген мәліметтер өзгермейтін арнайы форматты жасап шығару мақсатында жасалған. Оның PDF форматты құжаттардың ішінде мәтіндер, суреттер, түрлі интерактивті элементтер болуы мүмкін. Бірақ ол кез келген телефоннан болсын, жаңағы почтадан болсын, кез келген құрылғыдан жібергенде және қабылдап алғанда ішіндегі мәліметтер өзгермейді. Көрнекі түрде, анық түрде көрініп тұрады. Сол себепті бұл PDF форматты қолдану өте кеңінен тарап кетті және де өте ыңғайлы болып табылады. Яғни түрлі справкаларды, чектерді барлығын қазір PDF форматта жүктеуге болады және оны WhatsApp-пен немесе түрлі Telegram желілерімен түрлі форматтарда жібере беруге болады. PDF форматта құжаттың ішіндегі мәтіні өзгермейді, тек қана ашып көруге болады. Сонысымен де ол ыңғайлы. Енді мен мынаны сақтадым, Word-та ол PDF формат болып шықты. Бұдан өзге, егер бұрын жасалынған құжаттарыңыз бар болса, және оны PDF форматқа ауыстыру керек болатын болса, онда бізде түрлі конвертерлер бар. Конвертер Word PDF. Міне, конвертировать Word PDF. Конвертерлердің көбісі ақылы негізде жұмыс жасайды, кейбірлері қарапайым түрде жұмыс жасайды. Осыны таңдасам да болар екен, Small PDF. Online converter, PDF to go. Word-тық файл, яғни мәтіндік файл, 90 парақтан, 100 парақтан тұратын болса да, бұл конвертерлер оңай ғана, тез арада конвертировать етіп тастайды. Конвертация деген сөз форматын ауыстыру деген сөз, яғни файлдың форматын ауыстыру. Word-тан PDF-қа, PDF-тан Word-қа, суретті PDF жасау деген сияқты. Выберите файл дейді. Мен жаңағы курстың ішінен, мысалы үшін, міне мен құжатым таңдаймын. Бір файл емес, бірнеше файлды қосуға болады. Добавить файл деп тағы да қосып жүрсеңіз болады. Начать. Конвертация процесс жүріп жатыр. Міне, сонан соң мына жерде шықты. Скачать деген. Конвертация жасалды. Жаңағы менің жұмыс істеп отырған құжатым PDF файлға айналды. Яғни бұл бізде PDF форматқа ауыстыру. Кері қарай ауыстыруға да болады, және де Word-тан басқа JPEG файлдарды ауыстыруға болады. Конвертировать JPEG PDF онлайн. Міне JPEG, яғни кез келген суретті PDF форматқа аударуға болады. Міне мысалы үшін бір емес, бірнеше суретті қосуға болады ішіне. Сөйтіп, готово. Создание документа дейді, қазір ашып көруге болады. Не скачать. Бұл енді өстеді. Платный ол. Яғни, міне қараңыздар. PDF форматта уже екеуін бір-біріне салып жасап қойды.
скачать етуге бермей жатыр, кез келгені осылай жасай алады. Бұл бізде PDF форматпен жұмыс жасау. Тағы да бір айта кететін нәрсе, буманың ішінде бірнеше файлдар болады. Бірнеше файлдар болады. Маған осы буманы почтамен жаңағыдай жіберу керек болады, өзге бір адамға. Ішіндегі файлдарын біртіндеп жіберген маған ыңғайсыз. Сол себепті почтамен буманы жіберу үшін біз оны архивтейміз. Яғни Windows операциялық жүйесінде архивтеу программалар деген бар. Яғни файлды сығады және бір файл етеді. Буманың ішіндегі бүкіл файлды бір файлға жинақтайды. Яғни сжать до zip файл. Яғни zip немесе ARG файлдар болады. Міне, архивировать еттім. Осы түрінде мен почтамен жібере аламын. Осы бір файлды жіберем. Арған адам жүктеп алады. Ашқан кезде ішінде бүкіл файлдар тұрады. Ол кішкене файлды буманың көлемін азайтады және де тасымалдауға ыңғайлы етеді. Архивтеу деген негізі файлдың көлемін кішірейту үшін арналған. Кейде суреттер, бір өте үлкен файлдар тасымалдағанда размерін кішірейту үшін де архивтеу жасалады. Бүгінгі қарастырған сабағымыз Microsoft Word'да символдармен, формулалармен жұмыс және PDF форматпен қалай жұмыс жасауға болады, сонымен қатар архивтеу программалар дегеніміз не? Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.